Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Айкерім. Видеоны көрмес бұрын менің арнама тіркеліп, егер де мен видеом ұнаса лайк басып өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Бүгін сіздерге өте қарапайым пиццаның жасалу жолын көрсететін боламын. Ең алдымен өзімізге қажетті шұжықты осылай турап аламыз. 2 жұмыртқаны жақсылап араластырамыз. Қызып тұрған табадағы майға жаңағы турап алған шұжықтарды екі бетін кішкене ғана қызартып аламыз. Қуырған майымыздан кішкене ғана алып қаламыз да, кейіннен жаңағы араластырған жұмыртқаны дәл осылай құямыз. Өз қалауыңыз бойынша көк шөптер салсаңыз болады. Енді күштен өткізілген сырды саламыз. Негізінде бұл пиццаның жасалуына 5 минут уақыт кетеді. Өте қарапайым әрі тез дайын болатын. Дәмі де өте дәмді шығады. Асыққан кезде осы пиццаны жасасаңыз болады. Егер де менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркелуді ұмытпаңыз.